қарапайым нәрселерден шатасамын. Осындай периодты бөлшектер дейді. Осыны қазір үйреніп алайын. Робнида осындай есептелген болатын, ал мен оны шығара алмадым. Өзім білмей жүрген тақырыптарды бір күні өйстіп сәті келген кезде алып талдаймын. Оны соңына дейін қазбалап, біліп түсініп алғанға шейін, одан кейін осыған ұқсас есептер келген кезде ешқашан шатаспайтындай. Мен байынша түсініп алғандай болдым. Енді ойдан түрлі сандарды жазамын да, соны өзім шығарып көремін. Одан кейін калькуляторға салып жіберіп, сол сан шыға ма, соны білемін. Солай өз-өзімен бірнеше рет қайталап жаттағамын.
Қалайсыңдар? Қазір мен әжемнің үйіне кетіп бара жатырмын. Себебі әжемнің қасында қалатын ешкім жоқ. Сондықтан мен соған бара жатырмын. Қазір киімдерден бөлек қандай кітаптар, қандай заттар алып баратынымды көрсетемін. Және де күнделікті оқитын заттарымды алып барамын. Бар болған 5 күн кетіп бара жатырмын. Көп нәрсе алып бармаймын. Сол, енді мен қазір қандай кітаптар алып баратынымды көрсетейін. Біріншіден, мен көптен бері физика оқи алмай жүрмін. Барлығы осы сөзді істейді шығар. Физика кітапты алып кетемін, 10-шы сынып оқып жатырмын. Одан кейін блокнотымды алып кетемін, білмеймін. Оған бірдеңе жазамын ба, білмеймін, көремін. Әйтеуір алып кетемін, егер жазғым келген бір нәрселер болса, жазамын. Вот ең бастысы тарих алып кетемін. Тарих оқулықты алып кетемін, сосын тарих жұбанышты алып кетемін. Одан кейін маған көптеген дәптерлер керек. Себебі мен көп есеп шығарамын. Планер дәптерім. Бұл міндетті түрде. Бұл мен чек-листім. Оны алмай-ақ қояйын, келген соң жасаған заттарымды белгілеп қоямын. Анықтамалар алып кетейін, кей кезде керек болып қалады. Бастысы осы 3 анықтама. Мен қолданатын анықтама шын. Потом Әлсейтовтікі өте көне кітаптар. Енді ручка және қалам мынау. Сосын киімдерімді аламын. Сонымен болды.